Құрметті аудан тұрғындары, Құрбан айт мерекесі қарсаңында ауданымызда орналасқан сауда орталықтарындағы жәшіктерден түскен ақшаға қазіргі таңда 30 отбасыға 400 мың теңге көлемінде бір реттік азық-түлік себеттері таратылу үстінде. Көгімде жайнаған мөп-мөлдір көк аспан, байрағым желбіреп аспанмен таласқан. Тәуелсіз еліме күн әлем санасқан, рахмет. Байтақ бұл даламның бірлікпен бағасқан, алыспен тату боп жақынмен жарасқан. Кең пейіл халқыма құшағын кең ашқан, рахмет. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз бір тұтас кең елміз әлемде. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз бір тұтас кең елміз әлемде. Біз бәрінде жеңеміз, біз ертеңге сенеміз, біз. Жерімде татулық, тыныштық орнаған, бақытын даланың батырлар қорғаған, жеріне елінің мүддесін қолдаған, рахмет. Азаттық толғауын ақының толғаған, ақсақал атасы батасын жолдаған. Жастарға бабаның дәстүрін жалғаған.